Саламатсызбы көрермен, қалай көктемгі аллергиядан емделуге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Маусымдық аллергиядан көп адамдар зардап шегіп жүргенін аңғаруға болады. Әсіресе көктем шығып, көңіліміз көтеріліп жүрген кезде кейбір адамдар көктемгі аллергияға байланысты қуана қоймайды. Алайда мұндай аурудан айығу да оңайға соқпайды. Дегенмен, халықтық емдеу жолдары арқылы аллергиядан құтылуға мүмкіндік бар. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Халық еміне сүйеніп айтар болсақ, ара аясындағы балдың бетін жауып тұратын жұқа қабаты бұл ауруды мүлде жойып жібере алады екен. Ол үшін оны сағыз сияқты шайнап жеп отыру керек. Сонда аллергия басылады. Халық емінде аллергияны емдеуде түрлі дәрілік өсімдіктер қолданылады. Балдыршөп аллергияны емдеуге таптырмас дәрі бола алады. Жарты литр араққа 10 шай қасық балдыршөпті салып, бір апта қояды. Содан соң ем ретінде күніне 3 реттен сумен езіп, 15-20 тамшыдан қабылдайды. Алайда балалардағы аллергияны арақпен емес, судың өзімен немесе әр тамақ ішкен сайын балдыршөпті қосып берсе, нәтиже берері сөзсіз. Тас дәрі, мумия. Тас дәрімен аллергиядан айығу үшін оның жоғары сапалысын таңдап алу қажет. Ол үшін 1 грамм тас дәріні 1 литр суға салып ерітеді. Жоғары сұрыпта тас дәрі суға салған уақытта еріп шыға келеді. Сөйтіп, судың түсі бірден қараяды. Мұндай сусынның 100 мл күнде таңертең сүтпен бірге ішу керек. Ал 1-3 жас аралығындағы балаларға 50 мл, 4-7 жастағы балаларға 70 мл ішуге болады. Тас дәрімен көктем және күз айларында емделген тиімді. Емделуді 20 күнге дейін созуға болады. Бақбақ шырыны. Бақбақты үзіп алып тамырын кесіп тастайды. Сөйтіп, бақбақты тазалап жуып, еттартқыштан өткізеді. Сосын оны матаға салып, шырынын сығып алу қажет. Алынған бақбақ шырынын сумен араластырып, кішкене қайнатады. Осылайша дайындалған шырынды таңертең және түскі уақытта тамаққа дейін 20 минут бұрын 3 қасықтан қабылдауға болады. Әйткенмен, бақбақ кейбір адамдарға аллергия беруі мүмкін. Сол үшін де бірінші күндері 1 қасықтан қабылдап көру керек. Емделу уақыты 1,5 ай. Ит ошағанмен емделу. Ит ошағанмен аллергияны емдеу ұзаққа созылады, бірақ түбінде бұл аурудан айықтырады. Ит ошағаннан дайындалған тұнбаны тек жаңа дайындалған кезінде шай мен кофенің орнына ішіп отыру қажет. Оны дайындау үшін ит ошаған шөбін 20 минут демдеп қояды. Сол кезде демделген шайдың түсі сарғыш тартуы керек, бірақ дәрігеріңізбен емделу мерзімін кеңескеніңіз жөн. Бұл шөп дәріханаларда сатылады. Өзім аллергия кезінде осы ит ошағанды 10 күн қайнатып іштім. Аллергияны емдеуге пайдасы болды. Саулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.